Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Диляра. Бүгін лагманға арналған лапшаны дайындайтын боламыз. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін үй қанған 1-2 сағат тұрған қамыр қажет болады. Менің каналымда 2 видео бар, соны көрсеңіздер болады. Қамырға сұйық май жағып, басып шығамыз. Арасы шамамен 2 см болатындай бірнеше бөліктерге бөлеміз. Әр бөлігін созып шығып, шетке спираль ретінде қойып шығамыз. Әр қайсысын бетін майлап. Қамырдың беті құрғамас үшін міндетті түрде целлофанмен немесе табақпен жауып қою қажет. Енді қамырды аударып, ең бірінші бөлігін тағы созып шығамыз. Қамырдың бетін жапқаннан кейін міндетті түрде қамыр жұмсару үшін 5-10 минутқа қойып қоямыз. Лагман қамырын созғанда бір қолмен созып, бір қолмен тартып отырамыз. Енді лапша жіңішке болған соң, шетінен алып, ішке қаратай айналдыра, столға ұрып шығамыз. Лапша одан әрі жіңішке болып, пісіруге ыңғайлы болады. Кастрюльге су қайнатып, дәміне қарай тұз салып, лапшамызды салып шығамыз. Шанышқы көмегімен араластырып,
бір-біріне жабыспас үшін. Бетін қақпақпен жабамыз. Суы қайнап көтерілген соң дұршылакпен алып, салқын суға да салуға болады, немесе құр сұйық маймен майласа болады. Осындай лагманға арналған лапшамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл лапшадан бірнеше тағам жасауға болады. Қуырылған түрінде немесе кез келген подливпен беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын.